Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Кешегі алдыңғы видеода қойды дихлофоспен құрттаған болатынбыз, құртын түсірген болатынбыз. Енді соны құрты түскен соң тағы да түспес үшін бүгін міне су қосып дайындалған креолин. Осымен күніге кешке шашып тұрамыз құрттаған жеріне. Алдыңғы видеоны көрмеген болсаңыздар, видеоның астына сілтемесін қалдырам. Көріп кетіңіздер. Тағы да видео қызық болса каналыма кіріп басқа видеоларды көрсеңіздер болады. Видеоны соңына шейін көріңіздер. Және лайк басыңыздар. Лайк бассаңыздар мен тағы да жаңа видео шығаруыма шабыттандырады мені. Кешеге қой тұстайық енді. Кешеге қой тұста. Вот. Құрты түсіп қалған. Енді осы жерге креолин шашамыз. Креолиннің түсі осындай болу керек. Иіс шығып тұру керек креолиннің. Сонда құрт тағы да шыбындар түшпайды. Міне мынау басақ қозы. Бұның да көтінде құрттар түсіп қалған. Бұған да шашамыз. Міне мынау құлағы құрттаған ғой. Бұның да құлағындағы түсіп қалған қазір. Құрттар түсіп қалған бұған да қазір шашамыз. Міне мынау Дарын деген жігіт. Дарын, қалайда? Қалай? Біздің жиен біздің үйге қыдырып келген. Қой бағам деп. Құлақ тұстайық енді. Міне мынау құлағы құрттаған ғой. Қазір қараңғы болып отыр, онша көрінбей жатыр. Міне бұл құлағының ішіне шашамыз. Міне тағы да көті құрттаған ғой. Бұған да кеше шаш жардық. 15 минутта түсіреді ғой. Дихлофос деген жақсы орал ғой. Видеоны жаса лайк басып кетіңіздер. Арнаға тіркеліп комментарий жазыңыздар. Міне осылай креолинмен тағы да құрттамаудың алдын аламыз. Сау болыңыздар.